Сәлем достар, сіздермен бірге мен Альбина. Бүгін біз өте дәмді әрі өте пайдалы сорпа тағамын дайындаймыз. Ол үшін қазанымызға салқын суымызды құйып, оған етімізді саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай менде өте майсыз сиырдың қабырға еті. Сорпамыз қайнап шыққаннан кейін көбігін сүзіп алып, пиязымызды саламыз. Және де лайфхак, ет өте майсыз, оған біз алдын ала ерітіліп банкаға құйылған қойдың құйрық майын осылай біраз қатты саламыз. Сорпаға дәмі өте ерекше дәм береді, әрі сорпамыз майлы, маңызды болып піседі. Және де бұл майды үйде балалар ауырса да, арқасына, көкірегіне жаққанға да пайдалансаңыздар болады. Осымен біздің сорпамыз 1 сағат қайнады. Енді оған біз көкөністерімізді саламыз. Көріп тұрғандай пиязды мен бүтін салдым. Себебі отбасым пиязды ұнатпайды сорпадағы. Сондықтан піскеннен кейін мен пиязды сүзіп алып тастаймын. Енді көкөністерімізді салдым. Менде қызанақ, талгар бұрышы және сәбіз. Жақсылап араластырамыз да тағы да 1 сағатқа қайнауға жібереміз. Өте баяу отта тағы 1 сағат қайнатып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай сорпамыз қайнап шықты, өте мөлдір, түсінің өзі өте әдемі. Енді оған картопымызды саламыз. Айта кетейін, кешкі ас тек 3 адамға ғана арналған. Егер отбасыңыз адам саны көп болса, қажетті азық-түлікті көбейтсеңіздер болады. Картопымды салдым. Енді жақсылап араластырамыз да дәміне қарай, татымына қарай дәмдеуіштерімізді саламыз. Егер сорпаларыңыз тартылып кетсе, үстіне қайнаған ыстық су құйыңыздар. Менде дәмдеуіштерден лавр жапырағы, паприка және де әмбебап дәмдеуіш. Егер болып жатса, сорпаға арналған дәмдеуіш қоссаңыздар да, дәмі өте әдемі және ерекше болып шығар. Жақсылап араластырып, тағы да 1 сағатқа қайнауға жібереміз. Өте дәмді, қыздар, дайындап көріңіздер. Міндетті түрде нәтижесін комментарий бөлімінде бөліссеңіздер. Соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.